Ахметке сол кезде оқыған адамдар хат жазады екен. Бізге өзімізге сай оқу бағдарламасы болса екен. Сол кезде Ахмет Байтұрсынов бала оқытуға ұсынған жоспар жасаған. Бірінші әліппе, кесел, жағрам, әдебиет, тарих, дін. Осы жерден байқап отырсақ, діни тәрбие беру туралы мәселені қасынан 20-шы ғасырдың басында көтерген. Қазір жаңағы мазмұнда өздеріңіз білесіздер, діни тәрбиені бірінші сыныптан бастап кетеді екен. Енді жаңағы тақырыпқа байланысты бізде оқушылардың айтқан мектепте оқушылардың діни танымын мақсатында жобалар жұмыс жасайды. Бірінші шаңырақ жобасы, жас медиа жобасы, Алихан жастар елінде аталған мектеп нәтижелер берген бір жол деп аталады. Осы жобалар аясында біз оқушылардың жаңағы діни танымын байыптап оқушылардың көбісі таластырамыз. Ахмет Байтұрсынов баланы онша тәрбиелесе бұл болмақшы, онша тәрбиелесе бұл болмақшы айтып өткен. Біздің мектептің миссиясы білімді, сыни ойлайтын, шығармашылық, әлемдегі өзгерістерге бейім, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген бәсекеге қабілетті кейінгі қазір тәрбие жұмысына енгізіп жатырмыз. Алған негіздермен білім тәрбие беру бағыты бойынша біз 9 құндылықты белгілеп алған боламыз. Наурыз айына осы діни дәстүр деген сондай айын өткізбекшіміз. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы өзінің керемет сөзі бар. Балансыз жұрт болмаса, жұрттың зейіні баланы қайта шықсын деп. Балалардың жаңағы ең бірінші тәрбие беру